Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханға қойғанда ең бірінші желініп кететін өте ерекше әрі өте дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз, қонақтарыңызды да дәмі таң қалдыратыны сөзсіз. Қоспалардың барлығын міндетті түрде толықтай айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен керекті көкөністеріміздің барлығын жақсылап салқын суға 2-3 қайтара жуып аламыз. Және де алдын ала пісіп тұрған етімізді осылайша ұзынша жіңішке етіп турап аламыз. Содан соң қиярымызды да алып, барлығын ұзынша жіңішке етіп турап шығатын боламыз. Бізге керекті салатқа қосылатын барлық көкөністің барлығын осылайша жіңішке ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Құрметті көрермен, менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Және де менің каналыма кіріп, видеоларымды қарап көріңіздер. Сіздерге өздеріңізге ұнайтын рецепт табатындарыңызға сенімдімін. Каналымда өте жеңіл, қолжетімді заттардан әрі тегін мастер-класстармен де бөлісетін боламын. Сол себепті каналыма кіріп қарап, лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді жазып отырыңыздар. Қиярымызды турап болғаннан соң келесі кезекте бұрыштарымызды турап аламыз. Тәтті бұрыш қолданатын боламыз. Осылай қалаған түсте қолдансаңыздар болады. Сары, жасыл, қызыл араластырып қолдандым. Өйткені салатта өте әдемі, ерекше болып тұрады. Сол үшін де осылай барлық түсінен араластырып қолдансаңыздар өте жақсы болып шығады. Болгар бұрышында осылайша жіңішке ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Келесі кезекте кинзаны турап аламыз. Осылай артық жерлерін алып тастап, қалған бөлігін осылайша жіңішке етіп турап шығамыз. Кинзаның толық бір бумасын қолданыңыздар. Өте ерекше, әдемі дәм беріп тұрады. Осылайша барлығын жіңішке етіп турап алып қостық. Келесі кезекте қызанағымызды тураймыз. Ішіндегі осындай сулы бөлігін алып тастаймыз. Сыртқы етті бөлігін жіңішке етіп, ұзынша етіп турап шығамыз. Қыздар, салатқа қажетті көкөністердің барлығын үйіңіздегі адам санына немесе қонақ күтер кезде жасасаңыз, келетін қонақтарыңыздың санына байланысты көбейтіп, азайтып жасай береміз. Өте керемет болып шығады. Және де осы салатқа керекті барлық көкөністерді міндетті түрде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте сарымсағымызды турап аламыз, немесе үккіштен өткізіп алсаңыздар да болады. Чесногымызды турап салып алғаннан соң, келесі кезекте осылайша жасыл горохымызды салып шығамыз. Егерде азырақ етіп жасап жатсаңыздар, жарты банканың өзі жеткілікті болады. Қыздар, горохты салып болғаннан соң 1 немесе 1,5 ас қасықтай соевый соус қосамыз. Және де дәміне қарай кішкене ғана паприка және де тұз. Содан соң қыздар, міндетті түрде кориандр қосуды ұмытпаңыздар. Кориандр өте ерекше әрі өте дәмді болып тұрады. Кориандр қосамыз. Содан соң үстінен қатты қызып тұрған ыстықтай сұйық майымызды құйып, салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Майды қыздырып ыстық күйінде құйғандықтан алғашында осылай қасықпен араластырып алыңыздар, өйткені ыстық болып тұрады. Содан соң қолмен араластырып алсаңыздар да болады. Мінекей қыздар, біздің салатымыз дайын болды. Иісі деген өте керемет әрі өте дәмді болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салатты жасап болғаннан соң міндетті түрде кем дегенде жарты сағатқа холодильникке салып алыңыздар. Холодильникте 1-2 сағат тұрса да өте керемет болып дәмі сіңіп, өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Қонақтарыңызды да таң қалдырары сөзсіз. Қыздар, видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеле отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.